Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Бірінші сұрақ, біз қазір қай жерде тұрып жатырмыз? Оқуын бітіргеннен кейін баламның таңдауы Джерси-Сити қаласы болды. Бұл Нью-Джерси штатының орталығы. Түсінікті болу үшін айтайын, Нью-Йорк қаласының екі ортасын Гудзон өзені бөліп жатыр. Артымда көріп тұрған тұрғын үй кешенінде біз қазір тұрамыз. Соның астында метро өтеді, соның астыменен. Сол метроменен 6 остановкіге Нью-Йорк қаласының орталығына жетуге болады. Яғни бұл Нью-Йорк қаласымен іргелес жатқан штат болып есептелінеді. Бұл ел жайлы не айтуға болады? Бірінші, барлықтарыңыз көріп тұрғандарыңыздай сыртта қар жатыр. 24-25 қаңтар күндері Американың көп жерлерінде қар жауды, 2 сутка тәулік үзіліссіз. Сол осы Нью-Джерси менен Нью-Йорк қаласында да жауды. Бұл менің бір білгенім, осы қар жауып жатырғанда біз шарбақтың ішінен бөлек сырттың барлығын әкімшілік тазалауға міндетті деп қараймыз. Бізде коммунальный службалар жұмыс істеу керек деген түсінік қалыптасқан. Бұл жақта ондай емес. Барлық тұрғын үйде, жеке мекемелерде, барлық мекемелерде өзінің адамдар жүретін тротуарды тазалап қоюға міндеттелген. Егер тазаламаған жағдайда бұл жақта да сол үшін айыппұлдар қарастырылған. Сондықтан мемлекеттің дамуы үшін тек қана үкіметтен ғана талап ету емес, сонымен бірге тұрғындардың да жауапкершілігі болуы керек екен.